Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке, және бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жұмысқа орналасарда сіз нені білуіңіз қажет. Бұл тақырып 3 бөлімнен тұратын болады, және бүгінгі біздің бірінші бөлімімізде жұмысқа орналасарда жіберілетін қателіктер, еңбек шартының маңыздылығы, еңбек шартын жасасу жолдары және еңбек шартын жасасу үшін жіберілетін жас мөлшері туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бірінші, жұмысқа орналасарда жіберілетін қателіктерге тоқталатын болсақ, азаматтардың өз құқықтарының білмеуінің арқасында әртүрлі проблемаларға ұшырап жатқанын, кезігіп жатқанын байқаймыз. Соның ішінде жұмыскер жұмыс берушіден еңбек шартын талап етпеуі, өзіне барлық жағынан тиімсіз жұмысқа көнуі, аз еңбек ақыға келісуі, жұмыс берушіден міндеттерін талап етпеуі, қосымша жұмыстарды ақысыз атқаруы, заңсыз жұмыстан шеттетілгенде, жалпы еңбек құқықтары бұзылғанда тиісті ұйымдарға бармауы және тағы да басқа үлкен қателіктерге осындай кезігіп жатады. Осы қателіктерді сейілту мақсатында сізге білу керек ақпараттармен бөліскім келеді. Соның бірінші, еңбек шартының маңыздылығы неде? Өзіңіздің біліктілігіңізге қарай жұмыс түрін таңдап, оған орналасарда, жұмыс берушіден сіздің ең алғашқы сұрайтыныңыз еңбек шарты болуы тиіс. Себебі еңбек шарты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады. Онда мерзімі, құжаттың жұмыс уақыты, айлық көрсеткіші, тараптардың міндеттері мен құқықтары көрсетіледі. Еңбек шарты сізді толықтай қанағаттандырған кезде ғана сіз өз келісіміңізді беруіңіз тиіс. Еңбек шарты 2 дана болады, бірі сізде, екіншісі өзіңізде қалуы тиіс. Себебі бұл құжат осы екі жақтың арасында дау туғанда, наразылық туғанда сіздің еңбегіңізді қорғайтын негізгі құжат болып табылады. Еңбек шарты қалай жасалады? Еңбек шарттары жоғарыда айтылғандай еңбек заңнамасының қағидаларына орай жасалады. Яғни азаматтардың еңбек саласында құқықтарын шектемей, еңбек бостандығы, жұмыскерлердің қауіпсіздігін, қандай да бір кемсітуге жол берілмей, жұмыскерлердің теңдігін, жалпы еңбек қауіпсіздігі аса назарға ала отырып жасалады. Еңбек шартын жасасу кезінде осы құжатта құқықтар мен мүмкіндіктер теңдігі сақталуы тиіс. Еңбек шартында жоғарыда айтып өткендей, онымен қоса тараптардың деректемелері, аты жөні, мекен жайы, лауазымы, жұмыс уақыты, біліктілігі, еңбек шартының мерзімі, тараптардың міндеттері мен құқықтары, еңбек шартын өзгерту мен тоқтату тәртібі, тараптардың жауаптылығын және жасалынған күні мен реттік нөмірі болуы тиіс. Еңбек шарты белгіленген мерзімге дейін жарамды, егер оны ұзарту қажеттілігі туғанда, ол еңбек заңнамасына сәйкес ұзартылады. Және соңғы тақырыпша еңбек шарттарын жасасуға жол берілетін жас мөлшері. Еңбек шарттарын жасасуға жол берілетін жас мөлшері 16 жасқа толған азаматтармен, жалпы орта білім алған жағдайда 15 жасқа толған азаматтармен, оқудан бос уақытта немесе оқуға зиян келмеген жағдайда 14 жаста, мәдени саладағы жұмыстарға, яғни кино, театр, цирк және сондай өнерге қатысты салаларда 14 жасқа толмаған адамдармен еңбек шарты жасалуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда кәмелет жасына толмаған азаматтармен шарт жасасқанда оның ата-анасы не болмаса сенімді өкілі болуы тиіс. Жалпы бүгінгі бөлімде қозғалатын тақырыптар осылардан тұратын. Келесі бөлімде толықтай тоқталып өтетін боламыз. Онда біз еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар, еңбек шарттары қандай кезде тоқтатылады және жұмыс уақыты және оның түрлері деген тақырыптарға тоқталатын боламыз. Біздің өз еңбек құқықтарыңызды бұзылды деп санасаңыз, біздің ұйымға хабарласа аласыздар. Мен осында мекен жайды қалдыратын боламын және келесі бөлімде кездескенше қош сау болыңыздар.